Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге Уильям Голдингтің «Шыбындар әміршісі» кітабын ұсынайын деп отырмын. Уильям Голдинг ағылшын елінің жазушысы, ол әдебиет саласында Нобель сыйлығының иегері болып танылады, және де ол әдебиетке қалай өте кеш келгені туралы айтып кетейін. Ол бұрындары әдебиет сабағынан мұғалім болатын, мектепте оқушыларға сабақ беретін, және де Бірінші дүниежүзілік соғыс басталған кезде ол фронтқа барып, сол соғыс шебінде жүреді, және соғыс шебінде көптеген қатыгез өмірдің, сол соғыста көптеген адамдардың психологиясын түсінеді. Соғыста өте қатыгез соғыстарға қатысқандықтан, оның соғыстан қайтып келіп, ол сол қайтадан әдебиет сабағында оқушыларға сабақ бере бастайды, және де сол әдебиет сабағында «Коралл аралдары» деген роман болады. Ол романда бір теңіздің ортасында орналасқан аралға кішкентай жасөспірім балалар түсіп, сол жерде балалар Робинзон Крузо сияқты бір-біріне көмектесіп, бейбітшілік жасап, бір жақсы қоғам құрады. Және де сол кітапты оқушыларға үйретіп жатып, Уильям Голдинг кешке әйеліне барып айтады: мен оқушыларға осындай бейбітшілік, Робинзон Крузо сияқты бір-біріне көмектесу, адами, жақсы тәрбиелі шығарманы балаларға үйретіп отырмын, бірақ шын өмірде егер де жасөспірімдер сондай адамдар аралға түссе, адамдар бір-біріне көмектеспейді. Олардың мәдениетті маскалар шешіріп, олар жануармен бірдей болып, бір-бірін жеп қоюға шақ қалады деген сияқты әйеліне сондай әңгіме айтады. Әйелі бұл Уильям Голдингтің сынын естіп айтады: егер де саған бұл Коралл аралдары ұнамаса, неге өзің шынайы роман жазбасқа, өзің жаз көр, сосын сол оқушыларына осы өзінің кітабында үйретесің деген сияқты айтады. Сол әңгімеден кейін Уильям Голдинг роман жазуға бастайды. Оның 200-300 бет жазып, әртүрлі баспагерлерге жібереді, бірақ та редакторлар сол Уильям Голдингтің шығармасын оқып шошиды, өйткені оның романында көптеген қатыгез, психологиялық қиын. Естеріңізге саламын, Уильям Голдинг соғыста болғандықтан, неше түрін көрген соң, ол солай ешқандай жұмсартып, мәдениет сақтамай, солай қалай адамның ішкі болмысын көреді, солай нақты 18+ контентпен кітап шығарып, жазып жіберген екен. Соны редакторлар көріп, шошып, бұндай кітапты шығаруға болмайды, бұл агрессия тудыратын кітап деген сияқты оған тыйым салады көбінесе. Сосын бірақ арасында бір редактор шығады. Бұл Уильям Голдингтің шығармасы ол редакторға ұнайды, бірақ оған ол хат жазады: сіздің шығармаңызды оқыдым, маған қатты ұнады, бірақ та бұл шығарманың кейбір шетінде көптеген агрессия, қорқынышты контенттер көп. Сол үшін бұл шығарманы кішкене жұмсартып, және атауын өзгертейік. Шыбындар әміршісі деп бірінші Уильям Голдинг атауын бермеген екен. Оның атауы черновик ретінде басқа атау болған, бірақ та редактор оқып, осы шыбындар әміршісі болсын деген сияқты редактор атау беріпті бұл кітапқа. Және де Уильям Голдинг ол кезде қарапайым мұғалім, редактормен келіседі, және де бірінші гонорарын алып, осы кітабын шығарады. Әрине, шыбындар әміршісін кішкене жұмсартып, қорқынышты жерлерін алып тастап, кітапты шығарады, және де соның адамдар оқып, бұл шынайы, ешқандай фальш жоқ, адамдардың шынайы келбетін, психологиялық түрін, және де шын адамдар аралға түссе, дәл осылай іс-қимыл жасаушы еді деген сияқты оқырмандар бұл кітапты өте жоғары бағалайды да, Уильям Голдинг атақты жазушы болып шыға келеді. Және де мен сіздерге айтайын, бұл шығарманың сюжеті туралы қысқаша айтып кетейін. Бұл шығарма жасөспірім балалар туралы, 4 жастан 12 жасқа дейін жасөспірім ұл балалар туралы. Ол балалар теңіздің, мұхиттың ортасында орналасқан аралға түседі. Олардың самолеттары сол аралға құлайды, және де тек қана сол ұлдар ғана тірі қалады. Ересек адамдар, әйел адамдар, қыздар ол аралда болмайды. Тек қана сол 4 жастан 12 жасқа дейін кішкентай балалар ғана, ер балалар ғана тірі қалып, сол жақта болады. Және де сол балалар, кішкентай топ, өздері жақсы қоғам құрып, үлкендер келгенше
өзіміз үй құрып, тағы да әртүрлі жабдықтар жасап, жақсы қоғам құрып тірі қаламыз деген мақсат қояды. Және де сол балалардың арасында Ральф, Джек және де Томпақ Торай деген бір бала болады. Солар басты кейіпкерлер болады да. Ал тағы да бізде тағы да көп адамдар болады, бірақ олар енді бізде басты рөлде болмайды. Не басты рөлде осы 3 бала болады, және де соның арасында Саймон деген де тағы да бір бала болады. Не сол балалар бізде осы кішкентай ғана топты кім басқарады, біз және де осы аралда қалай өмір сүреміз деген сияқты адамдарда, сол қоғамда алдарында үлкен сұрақтар болады, және де сол адамдар, кішкентай балалар оны қалай шешті, сол осы кітапта жазылады. Бұл кітапта негізі өте экшен деп айтсақ болады, өте шытырман оқиғаға толы. Бұны оқып жатып тез 200-300 бетті тез оқып тастауға болады. Аяғына таман бұл кітап кәдімгідей қорқынышты жанрға ауысады. Өйткені бұл балалар сол аралға тап болған соң өздерінің адами қасиеттерінен айырылып, жануарға жақындай түседі. Достар, мен сіздерге бұл кітаптың спойлерін айтқым келмейді. Сіздерге егер де осындай Робинзон Крузоға ұқсайтын Жапан далада орналасқан аралда тірі қалатын адамдардың оқиғасы қызық болса, осы кітапты оқысаңыздар болады. Және де бұл кітаптың жанры антиутопияға жатады. Және де бұл жерде қоғам қалай ұйымдасқан, адамдардың психологиялық мінезі, сол бәрі осы кітапта тақырыптар көтеріледі. Және де бұл кітапта бұл тағы да дін, Құдай сияқты тақырыптар да бар. Егер де сіздерге осындай тақырыптар ұнаса, осы Уильям Голдингтің Шыбындар әміршісі кітабын оқуға кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.